провокация бермей сөйлеп отырған жоқпын. Адам Микрофон. одолжениемен кешірді ғой. Apologize десең. Мінекей. Күшті, иә? Рахмет Камила ханым үйреткеніңізге. Иә. Айтпесем сен үшін қорқып жүремін, сыртта не болады екен мына баланың жағдайы, ойбай деп. Камила ханымға шапалақтап қояйықшы бәріміз. Біз мына жерде отырған ер азаматтарды сынап көрсек пе деген ойымыз. Иә, және дәл қазір гір көтерсек пе деп отырмын. Саматжан, келе ғой. Мынау 16 килограммдық, иә, 16 деп тұр. Мойның ауырып жатыр, онда Нұрсұлтан шығара салам. Нұрсұлтан шыға салсын, сен жайға сал. Ендеше Нұрсұлтан бір рет көрсетсін. Мынаны кішкене ортаға алып шығақшы былай қарай. Жарайсың, Нұрсұлтан. Иә. Осылай көтересің, иә. Тұра ғой. Кеттік. Жарайсың, Мұхаммедәли, жайғас 13 рет көтерілді, е? Қара, әліңе қара. Ал, кеттік. Ал, кеттік. Иә, солай. Біреу. Ештеңе етпейді, ештеңе. Менің күшім қолда емес, аяқта деп жатыр. Шыңғыс, сен шыға ғой, қошеметпен. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мүмкінге кішігеді сөз құрмет сәлем бір. Ағымның жігіттері кейде қарапайым жігітке тән. Сүректі жебі деді жазып қалған көңілді деді. Сабыр сақтап солымдықтан. Сенің нәтижең 40 болды, қошемет. Бексұлтан, сен бастайсың ба, ал келе ғой. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұрынның жігіттері арлан екен. Талғы қорған жігіттері тарлан екен. 16 болды ма? 16, Залқар? Шыққың келмей ма? Тұрар кетті. Қарлыгер жігіттерді бұл жігіттер. Мүмкінге кішігеді сөз құрмет сәлем бір. Шы Нұрлан. Түрік істеп бара жатыр. Болды. Жарайды, енді бізде кім? Тілекпен Нұрсұлтан қалды. Залқары шықпайым деп бас тартып жатыр. 17. Мен бір 4-5 көтере салады деп ойлап едім. 17-нің өзі жаман емес жалпы. Қазір аударамыз. Ал, кеттік. Болды, жетеді енді. Асты ғой Нұрланнан бастысы. 52 болды ма? Жарайсың. Ана қол қалай көтерілмей ма? Деп қояйын. Апамның шайын алып көрмегенсің, сен осы уақытқа дейін? Алмадың ғой? вообще. Сырласу кафесінде ішіп жүрсің ғой? Іштім оқты, Иә. Мам, пап, мен сіздерге қатты жақсы көремін. Мен ұттым мұны. Апамның шайы, анаңа апарып бер. Жайғаса ғой орныңа. Сайысқың келмеді болған кезде мен жаттығу жасамағанмын біраз болған ғой қазір. Нұрсұлтан тренер ғой деп, соның абыройын түсірмейін деп жол берген ғой. Баланың ондай бар негізі. Бұрын жаңа қол күрескен кезде де ой шықпаймын деп өтірік жеңіліп қалып сөйтетін еді әдетте. Залқар неге қатысқың келмеді? Көп деле жақсы деле көтере албаймын, негізі ашығын айтқанда, ошон үчүн көтөрүм келген жок. Онда тұрған несі бар? Спортпен шұғылданатындар бар, Ялқанды жаман төрт рет көтергенмін. Я отырмын бүйтіп бәрінің бетіне қарауға. Залқардан жақсымын деймін де әйтеуір шықтым ғой әйтеуір бір нәрсе айтып ше. Астанға айткым келет, ол көтөрө албай калганын эчкандай уяты жок, уялбай эле кой. Бекзат тоже молодец. Аяғы ауырып тұрса да ол прям андай қиналып болса да көтерді, красавчик. Былай қарап тұрсаң, Бекзат бір аяқпен тұрып тұр. Оларға арналған бір ойынымыз бар.